Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге оңай әрі тез дайындалатын кекспен бөлісемін. Оның құрамына 3 жұмыртқа, 1 кесе қант, 1 кесе айран, жарты кесе шімшкі май, 2 кесе ұн және жарты шай қасық разрыхитель қолданамыз. Жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне 1 кесе қантымызды қосып, миксермен жақсылап ағарғанша араластырамыз. Араластырып болғасын, үстіне шімшік майымызды және қатығымызды бірден салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Разрыхителімізді ұнға араластырып, ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Барлығы жақсы біркелкі араласқаннан кейін кекстің ыдыстарына құйып 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Мінеке достар, сондай пышный әдемі кекстеріміз дайын болды. Ас болсын.